Дерттен саулық арнасы. Жапондықтар неге жас көрініп, бет-терістері таза болып тұрады? Олар не істейді, не пайдаланады? Соған көз жүгіртейік. Олар лимон, бал және сарымсақты суға араластырып, таң уақытында міндетті түрде ішіп, оразаларын ашады екен. Жапондықтарда мынандай ұстаным бар. Адам баласы күнделікті су ішу керектігін кішкентай балдарына дейін үйреткен екен. Оның асқазанға, миға және де ішек жолдарын, сондай-ақ бүйрек ауруды жақсартатынын еске салады екен. Адам баласы күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігіне және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалы, 50 кг кісіге 1,5 литр су ішу қажет, яғни 1 кг-ға 30 мл. Әрбір заттың өз мөлшері болатын бәрімізге мәлім. Бірақ оянғаннан кейін 1 стақан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан соң суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт емес, тек қана таза суды пайдаланған дұрыс. Ол сіздің денсаулығыңызды жақсартады. Егер шөлдесеңіз, шыдап тұрудың қажеті жоқ, бірден су ішіңіз. Жапондықтардың біз білмейтін құпияларын және өзіміз білуге тиіс ақпаратты осы бейнероликте айтатын боламын. Бейнероликті аяғына дейін қарауыңызды өтінеміз. Құрметті оқырман, сіздермен бірге дерттен саулық арнасы. Арнаға тіркеліп, қоңырау шоуды басып кетіңіз. Сіздің болмашы әрекетіңіз бізге шабыт алып келеді. Егер сіздер арнаға жазылған болсаңыздар, ендеше бастайық. Лимон қосылған жылы су. Лимон қосылған жылы судың пайдасы ол құрамында аскорбин кислотасы болуында. Мұндай сусын ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Сонымен қатар, лимон қосылған су қан құрамында қан тазайтып, адамды сергітеді. Организмге қуат береді. Лимон қосылған судың ас қорытуға маңызы зор. Биологтардың айтуынша, лимон қышқылы асқазан ұйқы бездерінің жұмысын жақсартады. Бауырды токсиннен тазалау үшін лимон суының пайдасы тиеді екен. Адамның иммундық жүйесін нығайтып, жүйке жүйесін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, лимон қосылған су адамның қан қысымын реттеуге көмектеседі. Лимон суы артық салмақ тастауға көмектеседі. Оның құрамында пектин талшықтары аштықты басатын қасиетке ие. Лимон шырыны қосылған суды пайдаланудың негізгі ережелері. Лимон суын таңертеңгілік уақытта ішкен дұрыс. Таңғы астан 20-30 минут бұрын ішсеңіз, дәрумендер ағзаға сіңіп үлгереді. Қалыпты норма күніне 1 стақан. Одан артық ішудің қажеті жоқ. Лимон шырынын жаңа сығылған балғын күйінде ішкен дұрыс. Себебі уақыт өте келе қышқыл мөлшері тым жоғары болып кетеді. Лимон суының температурасы 30-36 градуста болған дұрыс. Одан төмен немесе жоғары болса, асқазанға зақым келтіру қаупі бар. Сусынды ішкеннен кейін жарты сағаттан соң міндетті түрде тамақтану қажет. Аш қарынға ішіп, ары қарай жүруге болмайды. Сарымсақты бәріміз білеміз. Оның адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Адамды түрлі бактериялардан қорғайды. Жүрек жұмысын жақсартады. Қан тамырларын сұйылтып және тазалайды. Беттегі әжімнен бөртпені кетіреді. Сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын, иммунитетті көтеріп, онкологиялық аурулардың алдын алады. Бұл ерітіндісін қалай қолданамыз? Оны дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп алыңыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майын тамызып, 1 стақан су құйып, отқа қойып, қайнап болған уақытында 3-4 тілік лимон шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған өсімдік суын теңдей етіп 2-ге бөліп ішіңіз. Бұл әдісті кімдерге ішуге болмайды? Аллергиялық жүйесі бар адамдарға ішуге тыйым салынады. Міне достар, 1 стақан суды 1000 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиеттері бар екенін білдік. Сіздермен болған дерттен саулық арнасы. Ауырмаңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.